Бердібек Соқпақбаев, балалық шаққа саяхат. Киікбай Найза. Мектеп түпкілікті болып басқа үйге көшті. Сол Киікбай ауылында бұрын мешіт болған бір ұзынша там үй барды. Діннен қадір кеткен соң терезелері қирап, сырт қабырғасының сылағын жауын езіп түсіріп, қаңырап, бос тұратын. Сол үй қайта жөнделіп, ортасына темір пеш орнатылып, терезелері бүтінделіп мектеп болған. Біз қазір осында оқимыз. Бір кезде дін ордасы болған мешіт қазір білім ордасы, мектеп. Жалпайып жерде отырудан құтылғанбыз. Қозғалсаң шиқыл салып, бірге қозғалатын ыңыршақ ұзын парталар пайда болған. Сағатбайдың үйі мектептің бет алдында жақын. Сабақ соңынан ол бізбен қош айтысады да, сол арада қалып қояды. Киікбай ауылының көпшілік үйлері мектептен берірек Батырбай түбегі аталатын шағын түбекшенің аузында. Сабақ соңынан жол айрығына дейін Киікбай Найза болып бірге келеміз. Киікбай балалары осы арадан төмен бұрылып кетеді де, найзалар қара жолды бойлап ауылымызға тура тартамыз. Қай күндері дәл осы жол айрығына жеткен кезде кеудені құрт боп жайлап алған рушылдық алакөздігінен туатын сойқынды оқиғалар басталып кеп кетеді. Бұл індет, бұл жүксірін ауру балаларға үлкендерден жұққан. Пәленің басы Киікбай Найза деуден басталады. Жік боп бөлектеніп шыға келеміз. Біреуміз қалайда кемсітуге тырысамыз. Найзалар Киікбайды, Киікбайлар Найзаны жамандап өлең айтамыз. Найза нақұрыс, көк есектің сүтін іш, ал шыдап көр мықты болсаң. Сөзбен жамандасу өршіп шегіне жетеді. Енді ашықтан ашық боқтасу кетеді. Боқтасудың арты төбелес. Надандықтан туатын осы бір жікшілдікті өте қоздырып, еліріп тұратындар төбелес қой жуан білек балалар. Оларға қандай жолмен болса да шатақ шығару керек. Ең оңай, ең сыналған сенімді жол әлгі Киікбай Найза. Бір күні мұғалімнің қарасы көзден таса болып, жол айрығына жеткен кезде дағдылы майдандасу басталды. Әуелі төбелес қой ересек балалар шартпа шұрт қойғыласып қалды. Ұр Киікбайды, ұр Найзаны. Бұл ұран делебесін қоздырмайтын жан жоқ. Біз де кішкентай балаларға дейін желігіп, қым-қиғаш қойғыластық та кеттік. Бұндайда бейбітшілік сақтайтындар тек қыздар. Олар төбелеске араласпайды. Кімді кім жеңер екен дегендей шетке іркіліп шығып қарап тұрады. Найзаның қарасы молдау, әрі біздің балалар ересек. Найза еңсеріп, Киікбайлар шайлығып қаша бастады. Біз тырқыратып қуып келеміз. Ұр Киікбайды, ұр! Киікбай ауылы әлгі арадан жап-жақын. Мен нәзіктігіме қарамасан өзім қатар балалардың ішіндегі төбелес қойдың бірі едім. Шатақ шығар жерді іздеп жүрем, шапшаң жүгірем. Оспан дейтін менімен өшігіңкіреп жүретін бір баланың соңына түсіп алғам. Жетсем желкеден бір түйсем деп еліріп қуып келе жатырмын. Ауылдың қақ ортасына келгенімді бір-ақ байқадым. Өкпе тұстағы бір үйдің қалқасынан бақан ұстаған ересек бала шыға келді. Ол да Киікбай еді. Ұзын бақанмен басынан қасқайтып салып қалды. Мен жасқанып та үлгермедім. Шекеме дәлдеп тиген ауыр соққы дың ете қалды да басымның бүкіл бір қапталын жарып түскендей болды. Көзім қарауытып, жер дүниені айналып дөңгеленіп барады. Таяқ тиген шекемді ұстай алған кезде қолыма жып-жылы боп аққан қан білінді. Үйде жер төсекте жатырмын. Шекемдегі жараға шешем киіз күйгізіп басып, домбаздай етіп байлап берген. Әрі оңай, әрі даяр ем. Ақ бақанның не болғанын білмеймін, ал менің басым әжептәуір зақымданып қалған екен. Ісік кернеген оң көзім жылтырап зорға ашылады. Үстімдегі жейдемнің бір қапталы мен омырауы қызыл жосаққан. Дәрігер дегенді біздің ауыл білмейді. Амбулатория, емхана осыдан 12 шақырым Нарынқолда ғана бар. Аурулар ішінара соған барып емделеді. Әйтпесе негізінен ауылдағы бақсы балгерлердің ақылымен өздері емдейді. Мені ешкім дәрігерге апарған жоқ, апаруға жағдай да жоқ. Бас сүйегім сынғаннан сау ма, сау емес пе, оны рентген арқылы зерттеп білу мұндағы жұрттың ойы түгіл түсіне де кірмейді. 2-3 күндей сабаққа бара алмадым. Шешеме салса енді тіпті мені мектепке жіберетін түрі жоқ.
биылша оқымай-ақ қой, келер жылы бұдан гөрі есейіңкірегенде барарсың дейді. Менің хал жайымды білуге біздікіне әдейілеп сағатпай келді. Болған оқиғаны ол түгел естіп білген. Ашуланған, балалар арасында руға бөлушілік болмасын деп қатаң тыйым салған. Найза ауылы, Киікбай ауылы деудің орнына Сағатбай бізге 1-ші бригада, 2-ші бригада деп айтыңдар дейтін еді. Бара-бара осыған үлкендер де үйрене бастады.